қарыз беремін, бірақ сұрай алмаймын. Сол қарызды сұрауға ұяламын деген сұрақ келіпті да. Қараңыздаршы, не үшін алдымен не үшін ұяламыз біз? Егер де ол маған тиесілі болса, қазір жерде отырып, неге ұяласың, давай бар, ал деп айқайлап, и так та естіп жүрген шығар сондай айқайлардың бәрі, ұрыстың барлығында. Бірақ қараңыз, түбінде бір сенімсіздік жатыр да. Біріншіден, қарыз не үшін бердіңіз? Ниетіңіз өте маңызды. Не үшін бердіңіз? Может, сіз анау адамның махаббатын сатып алғыңыз келді. Может, ол адамның алдында өзіңізді одан биік санағыңыз келді. Болмаса ол адам сіздің алдыңызда бір долженствование, сіздің алдыңызда білмеймін, сіздің бір жаман мінезіңіз бар шығар. Соны көрмеу үшін, сондай нәрселеріңізді бүйтіп майлап жауып жіберу үшін берген шығарсыз, білмеймін. Ең алдымен қарыз не үшін бердіңіз? Осы ниетіңізді еске түсіріңіз. Не үшін бердім мен? Жалпы өзіңізге честно болыңыз, обязательно честно болыңыз керек. Екінші, осы ниетіңіз есіңізге түскен кезде шынымен де мозг автоматты түрде, подсознательный түрде, яғни ол қарыз алуға қорқады. Неге? Егер мен оның махаббатын ақшаға сатып алсам, мен оған қарыз ақша берем, зато ол мені постоянно уважать етіп жүреді. Мен не айтсам да маған жоқ демейді, мен сөздерім қарсы шықпайды деген сияқты отказ бермейді. Ал егер қарызын қайтарып берсе, мозгта уже страх тұрады да, не істейді? Анау махаббат болмай қалады, ол маған отказ бере бастайды деген сияқты. Сол үшін бұл жерде енді әр адаммен индивидуальный жұмыс жасау керек та, әркім өзіне сұрақ қою керек. Мен ол қарызды не үшін сұрай алмай жатырмын, не үшін бердім әу баста. Ал егер қайтарып берсем, сұрасам, не болады? Что будет плохого деген сияқты да. Сондықтан, әрине мен психолог ретінде енді сіздерге осылай ғана жолдарын айтамын. Психология бұл өзіңе сұрақтарды дұрыс қоя алу. Сол кезде ғана жауаптар шығады, ал дұрыс жауаптар олар бізді дұрыс әрекеттерге итермелейді. Иншалла.